Театр мен үшін екінші үйім. Асығыс жүретін, әрқашан көңілді жүретін, әрқашан артық сөйлейтін. Онда жастар театрынан жер мен көктің арасы Дәурен Серғазин. Махаббатпен, по-моему, махаббатсыз ойнайтын рөл жоқ сияқты. Ең жақсы ақыл, тілін тартшы дегендер ғой. Ең мақтау, Қарашапан мақтағаны ғой. Екеуі бірге шабады сияқты, жарысып отыр. Ақша кез келген адамды өзгертеді. Бұлай ғой. Күшті. Әндер керемет, әркімнің өз өмірі, өз несі, өз талғамы. Қалай жүрсе де өз еркі. Бірақ әндер керемет профессионалды түрде. Өзіме сыр. Аз. Мен үшін аз. Өте қатты татуым прям. Жиі қолданатын сөзім кез келген адамға жаным деп тұрғым келеді. Мен жүрген ортада әділдік бар ма жоқ па, оның маған түкке қатысы жоқ, керегі де жоқ. Жұмсаймын ғой. Ебін тапқандар. Әртіс. Осы мақыл, басқа мақыл. Қоянды қамыс өлтіреді, еркекті намыс өлтіреді, әртістер таныс өлтіреді, тойға шақырып. Негативті ма, негативше қабылдаймын. Көп жағдайда тежей алмай қаламын. Ессіз сүйіп қосылдым деп айта аламын, өйткені 3 рет көріп, угон жасап кеткен біреуім. Жоқ. Қандай рөлім? Матрешкадан. Ұйқы, сосын тағы ұйқы. 3 мезгіл ұйқы ішем ғой. Шәке дейді, бір ортада Шоқан дейді, үйде Шоқан тай дейді. Шах дейді, бір ортада. Кейбір мені қатты жақсы көретін жандар сырық дейді. Сырық дегеннің мағынасын сыраз айтып өтейін. Шаңырақтың биік тұғырын ұстап тұратын ағаш сырық деген. Сол ұзын болып тұрғанға соны елестететін шығар мені. Сұлулықтың құпиясы, мен сұлулығың құпиясы ма десе, мамам мен папам да десе. Маған ең көп қойылатын сұрақ, сөзін жаттадың ба еді? Эмоция. Осы.